Ертеде бір ешкі 7 лағымен орманда тіршілік етіпті. Бірде ешкі сүтке бармақ болып, лақтарына былай дейді: «Есікті ешкімге ашпаңдар. Мен қайтып оралғанда есікті қағып: лақтарым, шынақтарым, есікті ашыңдар. Аналарың келді, сүт әкелді» деп ән саламын дейді. Мұның бәрін қасқыр естіп қойып, лақтарды жегісі келеді. Ешкі кетеді де, лақтары жалғыз қалады. Тек соны күткен қасқыр үйге жақындап келіп, өзінің қарлыққан, қырылдаған даусымен: «Лақтарым, шынақтарым, есікті ашыңдар. Аналарың келді, сүт әкелді» дейді. Лақтар оған: «Естіп тұрмыз, тыңдап тұрмыз. Бұл анамыздың даусы емес. Біздің анамыз жіңішке, нәзік дауыспен әндетеді. Кет, қасқыр, біз саған есікті ашпаймыз» деп жауап береді. Қасқыр ұстаға келіп, жіңішке дауыспен ән салу үшін тамағын қағып беруін сұрайды. Ол несіне керек екен деп ұста таң қалды. Бірақ тамағын қағып, дауысын жіңішкертіп берді. Қасқыр ешкі үйіне тағы келді. Есігін қағып, жіңішке, нәзік дауыспен: «Лақтарым, шынақтарым, есікті ашыңдар. Аналарың келді, сүт әкелді» деп әндете бастайды. Лақтар сеніп қалып есікті ашты. Жауыз қасқырға керегі сол еді. Ол үйге баса көктей кірді де, лақтарды біртіндеп жұтып жеп қойды. Тек бір лақ қана пештің жапқышының артына тығылып үлгерді. Қасқыр оны ұзақ іздесе де таба алмады. Ешкінің келетін уақыты да болып қалды. Содан қасқыр зытайын деп қаша жөнелді. Ешкі үйіне келсе, есік ашық тұр. Үй ішінде ешкім көрінбейді. Пеш ішінен бір лағын тауып алды. Басына түскен қайғыдан көз жасын көл қылып: «Лақтарым, шынақтарым, көлге біткен құрақтарым, есікті несіне аштыңдар? Қасқырға жем болдыңдар» деп зарлап жылады. Қасқырға келіп: «Сен бе менің лақтарымды жеп қойған?» деп сұрайды. Қасқыр оған: «Сенің лақтарыңды жеген жоқпын» деп жауап береді. Онда ешкі айла тауып: «Онда екеуміз мына ордан секірейік. Егер менің лақтарымды жемеген болса, қиналмай секіріп өтесің» дейді. Екеуі ордан секіре бастады. Ешкі оп-оңай секіріп өтті. Ал қасқырға қампиған қарнымен ордан секіру қиынға түсті. Секіріп өзін өзі ұстай алмай, тура ыстық шоқ толған ордың ішіне құлап түсті. Қарны жарылып, одан аман сау алтылақ орғып шықты да, аналарының құшағына енді.
Сөйтіп, ешкі лақтармен бірге бақ берекеге кенеліп өмір сүріпті.